Қарағанды қаласындағы облыстық өлкетану музейіндеміз. Кіре берісі. Бұл жерде кассалар. Бағалары 300 балаларға, студенттерге 700, ересектерге 1000 теңге, шетелдіктерге 2000 теңге, 25 адамға дейін 2000 теңге, жеке экскурсия 3000 теңге. Бағалар осындай екен. Не тыйым салынған, жақсы. Киім шешетін жер, жақсы. Сәлеметсіздер батырға. Жыл жағын экскурсия жасауға Қазыналы өлке деген бірінші залымыз. Бірінші зал, залдың атауы. Бұл жерде кіріспе залы деп есептеледі. Яғни бұл жақта экрандарда сондағы ежелгі Қазақстан тарихынан бүгінгі Қазақстан тарихына дейін, оның ішінде Қарағанды тарихы бар, тарихтарға бөлінген. Бұл тарихтарды қазір 13 залда айналып отырып танысалды болады. Иә, 13 зал. Бұл жерде бізде 1920 жылғы Қарағанды қаласы проекті арқылы видеоконтенттер көрсетіп жатыр. Ескі видеолар. Ескі 1920 жылға жатыр. Сол кезеңде ескі видеолар қалыптасты. Мынада не береді? Бұл жақта бізде осы Қарағанды қаласында, Қарағанды облысында қасиетті нысандар ма? оның ішінде Үшүңгір, Әулиекөл, Талдыекі қорымы, Байдалы. Біреуін басып көрші, қалай көрсетеді екен? Бізде ең атақтысы Талдыекі қорымы. Бізде Қарқаралы ауданы Қасым-Аманжолов ауылына қарай орналасқан. Бұл жерде 6 адам тапқан осы ауылда. Ол үш түрде жасап қойған. Үш түрде, яғни ағылшын, орысша және қазақша. Мына жерде осы орналасқан карта бойынша көрсетілген. Ол карталар бұл селекциялар ма? Жоқ, ол олай басталды. Бұл жерден бастап. Барлық Қарағанды облысында ауданда басқа кезде қай жерде көрсетілген. Тамаша. Бұл бізде экрандар. Бұл жерде бізде Қарағанды қасиетті нысандарының картасы. Яғни мазар, мешіт. Солар қойған Картасы. Бұл жақта сол айта кеткен экрандар. Алда 13 залда айтылатын музей. Кіріспесі. Кезеңге, тарихи кезеңге. Бұл бізде делталған бәйтерек тәрізді сағаш. Яғни бұл бізде қазақ халқының тамырының, яғни тарихын тереңге жайылғанының символы. Яғни бұл бізде бірінші зал, екінші залға өтеміз. Жердегі алғашқы тіршіліккелер туралы ақпарат береді. Яғни бізде экспозиция дәуірлерге бөлінген, палеозой, мезозой, кайнозой болып бөлінеді. Мына жақта алғашқы омыртқасыз балдырлар және олардың тасқа салынған іздері көрсетілген. Сонымен қатар бұл бізде Девон кезеңі, алғашқы құс мекенінде балық қасырының пайда болуы, мезозой дәуірі болып бөлінеді, алғашқы динозаврлар пайда болатын. Бұл жерде сол уақыттағы алғашқы өсімдіктер. Және де кайнозой дәуірі, соңғы дәуір, жаңа дәуір болып есептеледі. Өзіңіз көріп тұрғандай, мына мамонттардың, жыртқыштардың, тұяқтылардың пайда болуы, сонымен қатар адам эволюциясын пайдалануы кешені. Бұл жақта осы Қарағанды облысында археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған кайнозой дәуірінің жануарлардың сүйектері. Мына жерде бізде мамонттың азотысы, қазіргі таңда бұл облысқа жатпайды, Жаңаарқа ауданынан табылған болатын. Мына жақта қазіргі ірі қара малдың тұр өгізінің, ірі қара малдың арғаталары тұр өгізінің бас сүйегі, мына жерде мүйізі өгіз тұрының. Мына жақта испалин деген үлкен бұғы болған соң испалин бұғысының мүйізінің жартысы көрсетілген. Мына жақта үлкен пілдің мойын омыртқасы, бас сүйегі және де тағы басқа сүйектер. Бұлар осы жақтан табылды ма? Барлығы Қарағанды облысында. Яғни бір қызығы бұл сүйектер тек қана Қарағанды облысында табылды. Бұл жерде энтомология, яғни энтомология дегеніміз жәндіктерді зерттейтін ғылым. Осы Қарағанды облысында кездесетін жәндіктер, құбыздар, тірелеттер және Сарыарқаның ежелгі тарихы залы. Келесі бізде Сарыарқаның ежелгі тарихы залы. Бұл жерде біздің Қарағанды жерінде 100 мың жыл бұрын алғашқы адамдар, яғни неандерталдықтар өмір сүрген болатын. Олар үңгірде өмір сүрді, барлығымыз білетіндей, және де олардың бір үңгірін осы Қарқаралы ауданынан тапқан болатын. Бұл жерде сол уақыттағы алғашқы адамдардың қолданған қару-жарақтары, сонымен қатар тұрмыстық заттары қойылған. Мына жерде жебенің ұштары тастан жасалған, және де тағы басқа тас киіз заттары. Мына жақта бізде 1940
айтқанда сол адамдардың бұрынғы адамдардың тұрған тұрағы. Ағашпен тұрғызылған, сазбалшықпен салынған, қамыспен жабылған, ішінде әйел адамдардың тұрмыстық өмірі көрсетіледі. Сыртында ер адам аңға шығып бара жатқан сияқты. Ал артында, яғни қола дәуірінде үш ерекшелік болған. Ол әрине қола металлургиясы, мал шаруашылығы және егіншілік. Артындағы пейзаж осы мал шаруашылығының дамуын көрсетеді. Мына жақта айта кеткен андроз мәдениетінің қазба жұмыстары кезінде Қарағанды облысында табылған түпнұсқа артефактілер болып табылады. Оның ішінде балық аулайтын денелері, әшекейлері, қанжардың, жебенің ұштары және де қайта қалпына келтірілген құмыралар. Бұл бізде Арман Бейсенов деген археологысы. Яғни бұл жерде мысалы ақ кезең, экранда ақ кезең және тағы басқа қорымдар туралы ақпарат беретін видео. Келесі зал бізде осы залдың жалғасы бейғаздар мәдениеті арналады. Екінші бұл жерде бізде металлургтер. Ол уақытта бейғаздар мәдениетінде сазбен қалайыны, мыспен қалайыны қоса отырып қол алған, қол арнайы пеште балқытылған, саз немесе тастан жасалған қалыпқа құйылып, суытылғаннан кейін өңделген, сол уақыттағы озық технологиялардың бірі болды. Бұл жерде осы бейғаздар мәдениетіне жататын ақ кезең, талды, кент жерлерінен табылған түпнұсқа артефактілер. Үстінде бізде арбалы барельеф көрсетілген, яғни соғыс арбасы. Соғыс арбасы сол уақытта күш пен шағын белгісін беретін болған. Мына жаққа назар аударсаңыз, бұл жақта бізде жерлеу жері көрсетілген. Яғни әйел адам мен ер адам жерленген бұл жерде. Ананың құрсағынан қалай шығады, солай жерлейтін болған, яғни қол аяғын бүгіп, басын басқа қаратып жерлейтін болған. Яғни күннің батуымен тікелей байланысты деп есептеген ғалымдар. Және де арғы өмірде өмір бар деп сенген, әйел адамның қасында құмырасы, ер адамның қасында қару-жарағы қоса жерленетін болған. Және де жерлеу жеріне осындай үлкен қорғандар салатын болған. Бұл бізде Қаражартас пирамидасы Мұраталды өзенінің қасында орналасқан. Жерлейді, үстіне қорғандар салады. Бұл беделді адамдарға салады көбінесе. Міне осындай дерек. Бейғаздар мәдениеті туралы, Қарағанды облысындағы қола дәуірі туралы пирамида. Қаражартас пирамидасы. Шет ауданында Мұраталды өзенінің қасында орналасқан. Қанша километр алыс болушы? Иә, шет ауданында. Қай шекарасы? Қай облысқа шекарасы? Ар жағында Балқашқа жақын. Сақ мәдениет залы. Бұл жерде бізде темір дәуірінен бастау алады, сақ дәуірімен жалғасады. Бұл бізде балбал тастар. Яғни Қарағанды мәдениетінде Қызылжартас деген мәдениет бар. Мәдениеттен табылған балбал тастардың үлгісі. Яғни сол уақытта үлгі, иә. Беделді адамдардың аруағына арналып қойылатын болған. Бұл жерде бізде темір дәуіріне жататын артефактілер. Яғни бұл жерде қола айнала. Мына жерде 6 ғасырға жататын қола ақинақ, яғни бұны біздің археологтар 2025 жылдарда, яғни былтыр ғана тапқан болатын, және де жаңа экспозицияға қойылды. Қасында тас қайрақ. Бұл бізде 6 ғасырға жатады, бұл бізде 5 ғасырға жататын қола ақинақ болып табылады. Бұл бізде ауыздықтар, қола. Тас қайрақ. Осы жақта қорымдардан табылды. Иә. Бұлар қаладан ба, қорымдардан ба? Облыстардың, ауылдардан, иә. Жаңа айта кеткен алтын адам 2010 жылы табылған болатын Арман Бейсенов деген кісімен, яғни археолог. Бұл алтын адамның қасынан өзінің толықтай қару-жарағы, сонымен қатар 200-ге жуық әшекей табылды, және де 22 мыңдай ұсақ әшекей табылды. Барлығы олайне аң стилінде жасалды. Мына жақта бізде сол аң стилін жасап жатқан металлургтерді көресіз. Аң стилі ол табиғатты, жануардың бейнесін алтын мен қолаға қашап түсірген стилді біз аң стилі деп атаймыз. Міне мына жерде көбінесе мысық тектес жануарлардан жасаған. Оның қасында күн символикасын беретін зебра және де балбал тас орналасқан. Реконструкцияны кім жасады? Кейінгі жалпы түркілген. Алтынбеков деген кісі. Мына жерде сол алтын адамның қасынан табылған ұсақ әшекейлердің көшірмесі. Мына жерде сырға ғана бізде түпнұсқа болып келеді. Мына жерде асыл тастар. Басқан кезде сақ әйелінің несін көрдіңіз, сырғасы.
қай жерге таққан, әйел адамға ма, ер адамға ма тиесілі, соны балаларға интерактивті аймақ. Бұл жерде қола айналар, қола қазандар, тамақ сақтайтын ақинақ, жебенің ұштары, бұл жерде тас құрбанның фотосы және де тағы басқа. Мына жақта тасмола мәдениеті деп аталады. Елімізде жүйе көрсетілген. Сол уақыттағы яғни біздің археологтар, жалпы археологтар жер қабатын әртүрлі қылып қазады ғой, қабатқа байланысты. Сол ішкі реконструкциясы көрсетілген. Бұл жерде сол адамдардың жерегендегі жапқан топырағы, бұл жер қабаты, біз өмір сүріп жатқан жер қабаты, яғни ішкі реконструкциясы. Тасмола мәдениеті деп аталады. Бұл бізде ғұн мемлекетінен бастау алады. Бұл кезінде Қытайға үлкен жорықтар жасалған болатын. Біздің заманымыздан бұрынғы салынған 3-ші ғасырда ұлы Қытай қорғаны осы ғұндардан қорғану үшін салынған болатын. Бұл жерде бізде карта көрсетілген. Яғни олар ішкі тартысқа шыдамай қазақ жеріне қоныс аударады. Оны тарихта біз ұлы халықтың қоныс аудару деп атаймыз бұл үрдісті. Сол Тянь-Шань арқылы біздің жерге қоныс аударған болатын. Бұл жерде осы ғұн семсері 5-ші ғасырға жататын және де ғұн дәуіріне жататын жебенің күштері. Осы жақтан табылды. Түпнұсқа, иә. Мына жақта Ұлытауада 552 жылы құрылған түрік қағанаты. Бұл естеме қағандардың тұсында Қара теңізден сонау Тынық мұхитына дейін мекендеді. Күлтегін, Арғын, Еңсер жазулар және де осы түрік қағанатына жататын экспонаттар. Бұл экспонаттар осы жерден табылды ма или жалпы әкелінді ме? Көбінесе табылды, ал қалғандары сый болып келді біздің қорға. Осы түрік қағанатына жататын балбал-тастар или Күлтегін ескерткішінің көшірмесі. Артында бізде сығанаққа табылады. Көшірмесі да, мына? Иә, көшірмесі. Ұстап қоюға болады ма? Әрине. Балалар жастарған үшін Күлтегін көшірмесі. Мына түпнұсқа ғой? Аха. Түпнұсқа. Ол балбал-тастар осы жақтардан алынды ма? Иә, біз Қарағанды облысынан табылған. Бұл жерде бізде жасанды интеллект арқылы осы зал бойынша ақпарат беретін экран. Мына жерге тұрсаңыз, үстінде камера орналасқан, яғни бір десеңіз қазақша, екі десеңіз орысша тілі. Қолмен Иә. Енді осылай кітап бойынша бүйтіп ашатын боласыз. Ата, сіз тарихты жақсы біледі екенсіз. Біздің ата-бабаларымыздың бірі болып саналатын ғұн дәуірінің әдебиет тарихында қандай орны бар? Сол туралы Осылай барлық тақырыпты қарастырсаңыздар болады. сіз тарихты өте қызық айтады екенсіз. Яғни ғұн мемлекетімен сонау қазақ хандығына дейін ақпарат береді. Қонақтарымыз гидсіз жүрсе, Азия континентіндегі ерте орта ғасырлардағы ең ірі қағанат. Кітап ретінде беріп шықты, иә? Жол тарағының дамығаны сонша, астынан мен бастарына дейін темірден Неше минут айтады ол шамамен? соңғы кезінде түрік қыпшақтар ұлы далада өз үстемдіктерін Тоқтата алмайды, да? Түрікте түрік тоқтамайды, жүре береді. қазақ даласында әрі ата, маған қазақ хандығы туралы мәлімет айтып бересіз бе? Жалал, сен жоңғар шабуылшылығы туралы естідің бе? Иә, ата, өте қызық жүрсе, барлық ақпаратты алады. кім екен? Соңғы хан, Кенесары хан. Ол ата, сізді тыңдап отырсам, қазақ тарихы тек елін, жерін қорғау үшін. Тамаша. Келесі осы орыс тіліне ауысу. Екі десең, Келесі тоқтала кететін ол бізде алтын орда. Моңғол империясынан бастап алып, түрік тілін, мәдениетін қабылдаған үлкен бір мемлекет, сауда орталығы десек те болады. Осы алтын орданың ыдырауымен біздің қазақ жерінде алтын орда пайда болды. Мына жерде бізде осы сол уақытта салынған киелі орындардың қалдықтары қойылған. Мына жерде осы алтын ордаға жататын картина. Келесі осы алтын ордаға жататын біздің музейдегі ерекше экспонат, ол болған ата деп аталады. Ұлытау облысы Қаракеңгір өзенінің жанында кесенесі орналасқан. 1946 жылы Әлке ханның марғұланмен табылған болатын. Алайда 2018 жылы толық зерттеліп, 35 жастағы әйел адам жерленгені анықталды. Бұл жаңағы
желеу-желден осы шапаны бағалы матадан тігілген, алтын тостақаны, әшекейлері, ер тұрманы солай көрсете аламын. Келесі қазақ хандығына арналады, яғни керемет жәнібектің бастамасымен бастау алған. Аз уақыт ішінде естіп жұртты өздеріңіз бұрын жүргізген болатын 7 жарғы заңдар жинағы Тәуке ханым сынағы. Бұл жерде бізде ақпараттық экран, яғни қазақ хандар мен батырлар туралы ақпарат аласыздар. Қазақша, орысша, ағылшынша 3 тілге берілген. Бұл материалды өздеріңіз дайындадыңыздар ма? Ішіне салатын материалдар? Иә. Келесі бізде фотозона болып есептеледі, хан көтеру. Яғни хан салғанда кезде отырысып жоғары көтеру, яғни фотозона болып есептеледі. Фотозон сонда осы жерге адам жақында отыра алады, отыра алады және Ол бұрыннан болды ма? жоқ, барлығы жаңа экспозиция. Бұрын болды ма? Бұрын болған жоқ. Бұны өздеріңіз ойлап таптыңыз ба? Күніне дейіз? Дизайнер ретінде өзіміздің жаңағы бізде үлкен хобби кеңес балалары, карбонның профессорлары, өзіміздің музейдің ғалымдарымен бір емес бірнеше отырыс болды ғылыми кеңестің бізде. Келесі бұл жерде үлкен саясат жүргізген Абылай хан арналады. Абылай ханның кеңесті бұқар-жырау, Қазыбек би, бұл кісілер тек қана ішкі саясат емес, сонымен қатар сыртқы саясатта да, халықаралық қатынастарда да үлкен үлес қосқан тұлғалар. Сол уақыттағы жүргізген ашықаттардың көшірмесі және бұқар-жыраудың өлеңдері қойылған. Келесі бөлікте бізде 19 ғасырға жататын батырлардың фотосуреті, олардың қанжарлары, сауыттары. Түпнұсқалар ма? Иә, барлығы түпнұсқа. Мынаған назар аударсаңыз, бұл бізде музейге келген ең алғашқы экспонаттардың бірі болып есептеледі. 19 ғасырға жатады, темір шылшықтан жасалған сауыт. Сіздерде қашан ашылған музей? 32-ші жылы ашылған жалпы. Сол кезеңдерде келген, иә? 1960 жылы толық Қарағанды өлкетану музейі болып өсті. Бұл жерде бізде бата барушы, яғни жасанды интеллект арқылы Қазыбек би немесе бұқар-жырауды таңдап, келушілер аттарын жазып, жеке бата алады. Көрсеңіз. Қалай сонда? Бір Таңдайсыз. кейіпкерді таңдайсыз, иә. Сосын Атыңызды жазасыз. Батар, жақсы тілектің, ақ ниеттің белгісі. Ата-бабамыз бата арқылы жол ашып, бата туралы айтамыз, сөз айтады. әр бастаманың берекесін тілеген. Ал құрметті қонақ, алақаныңызды жайыңыз, шала-шара жол шаруалар, жәрдемші болып басыға. Қиын-қыстау күндерде өзі келер қасына. Бүгін саусың деп жағынымды басыға. Сіздің атыңызды айтпады, базада өткен. Жасанды интеллект қой онда. Біраз негізі есімде енгізілген, бірақ жаңағы шамалы современный аттар жоқ. Құрметті қонақ деп. Ал енді онда ше қазір бұқар-жыраудың атынан Басқа ат жазып көріңіз. Батар, бұл жақсы тілектің, ақ ниеттің белгісі. Ата-бабамыз бата арқылы жол ашып, күш-қуат беріп, әр бастаманың берекесін тілеген. Ал Нұрсұлтан, алақаныңды жай, өзіңе өзің кәміл бол, халқыңа әділ бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Бұқар-жырау бабамыздан аталыңыз. Келесі ол 20-шы ғасыр бізде қазақ ханның соңғы ханымыз Кенесары және де
же назар аударсаңыз, көбісі қызығады. Бізде халық сотынан және ауыз старшындардың таңбалары 20 ғасырға жатады. Бізде түпнұсқа болып келеді, және де сол уақыттағы қару-жарақтар көрсетілген. Келесі бізде осы еркіндікті күймен, жырмен жеткізген біздің жерлес өнерпаздарымыз Тәттімбет Қасапатұлы, Мәди Бапиұлы, Аққыз, Шашубай деген кісілер. Сонымен қатар осы Мәди Бапиұлының басшылыққа жазған хаттарының көшірмесі және де 20 ғасырға жататын бізде домбыра мен қобыз қойылған. Бұл бізде бірінші залдың соңғы залы, яғни екінші этажға. Яғни бұл бізге көшпелі мәдениеттің бай мұрасын таныстыратын этнография залы. Ортада бізде киіз үй көрсетілген. Киіз үйдің іші бізде де дәстүр бойынша бөлінген. Сол жағында әйел адам заттары, оң жақта ер адам заттары, ортада бізде жүк жаттық және қонақ орны төр. Мына жақта бізде қазақ халқының әшекейлері көрсетілген. Көбінесе күмістен жасалған, асыл тастардан жасалған. Оның ішінде мына қыздардың сырғасы, білезігі, сақинасы. Бұл жерде гигиеналық заттары қазақ халқының, және де белдіктері, тағы басқа әшекейлері. Мына жақта қазақ халқының ұлттық киімдері, сәкеге киген қауындық, ер жігіт, киген ата әжеміздің және де жасөспірімнің киімі көрсетілген. Мына жақта қыстау өмірі, мезгілінде тұрақтаған қазақ халқының, көшпелі халқының қыстау өмірі көрсетілген. Дешімен жасап, балқымен қажып ер адам заттары. Мына жерде арбасын жүктеп, жайлауға Мына жақта бізде ақпараттық экран. Яғни бұл жерден қазақ халқының салт-дәстүрі, және де тағы басқа киелі орындары және де музыкалық аспаптары туралы ақпарат береді, барлығы 3 түрде. Бұл бізде музыкалық аспаптарға көбінесе біздің балалар қызығады. Сол себепті музыкалық аспаптар тұрады бізде. Мына үстін бассақ, домбыра аты шығады және де дауысы. Бұл жерде қобыздың түрлері. Осылай балаларға таныстырамыз біз. Салт-дәстүрлер видео контенттер көрсетіледі. Келесі музейдің 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басы ұлттық демократиялық қозғалыс залы. Яғни бұл жерде осы алаш орда партиялары, сол уақыттағы жас партиялар, 300 жас қазақ партиялары, жас думаға сайланған депутаттар туралы ақпарат беретін зал. Мына жаққа назар аударсаңыз бізде 1920 жылы Лениннің бастамасымен ұлттық комиссарлар мәжілісі өткен болатын. Сол жерде мына алаш партиясының өкілі Мұхамедбековтің қазақ жерін ғылыми түрде дәлелдеп, оны бекіту туралы мәселесін көтеріп жатқан сәтін бейнеленген. Мына жақ суретте, бұл жақта бізде Қарқаралы ауданында Қоян жәрмеңкесі деген жер бар. Яғни үлкен сауда орталығы. Сол сауда орталығының сәті көрсетілген. Бұл жер қазақ радиосы деп атайды. Яғни өнерпаздарымыз өнер көрсетіп, танымал болған мына жақта осы Қоян жәрмеңкесіне түсірілген фотосуреттер, сонымен қатар сатылған жәдігерлер қойылған. Мына жақта бізде Айқат журналы, Дала Виктория газеті. Мына жақта осы қазақ зиялылары. Мына жерде бізде алғашқы заңнама, Барлыбек Сырттановтың қазақ елінің уставы және де халықаралық петициясы көрсетілген. Яғни діни еркіндік, білім алу мәселесі, жер мәселесі осы халықаралық петициясында. Мына билігінде мынадай болып алдыңыздар. бұл бізде жалпы алаш партиясының белгісі, биліктің негізінде. Көбісі басқа немен ажырасып алаш партиясының белгісі. Мына жерде осы екі кісінің анкеталары және де сол уақыттағы қолданған тұрмыстық заттар қойылған. Келесі алған 20 ғасыр, 20-40 жылдары тарих. Бұл жақта ең басты біз қазақ әкімшілігінің картасын көреміз. Сол уақыттағы қазақ әкімшілігінің бір жерге жинауға бағытталған үлкен бір маңызды оқиғалар. Бұл жерден біз сол уақыттағы қазақ жерінің шекарасын және де әкімшілік бөліністерді көре аламыз. Келесі бөлік бізде өндірістің дамуы.
Бұл жерде осы Қарағанды жерінде Түрксіб темір жолы, Қарсақбай зауыты фотосуреті, және соған үлес қосқан бізде Қаныш Сәтбаевтың фотосуретін көре аласыздар. Келесі бізде осы ұжымдастыру науқаны нәтижесінде болған ашаршылық, байларды тәркілеу, саяси репрессия жылдарына арналады. Міне мына жақта бізде осы ашаршылықтан босқындардың фотосуреті. Бұл жерде Татьяна Невадовская деген кісі, яғни қазаққа көмектеніп жатқан сәті көрсетілген. Деректер бойынша осы суреттен кейін бұл кісі 15 минуттан кейін қайтыс болды деген деректер бар осы суреттен кейін. Келесі бізде Қарлақ басқармасының ғимаратының суреттері және де сол уақыттағы картасы. Қарлақ түрмелерді Қарағанды облысындағы қазіргі таңда бұл Қарлақ Долинка жеріндегі музей. Қаладан қанша шақырым? 1 шақырым жер. Ол өзі музей конференциясы. Бұл жерде бізде ату қабырғасы, яғни көлеңке арқылы бізде ату қабырғасы көрсетілген. Жасықсыз біздің зиялыларымыз ату жазасына кесілген болады. Проекттер арқылы беріп түсті да? Иә. Проекттер анан салып тұрған. Былай мына жағынан көлеңкемен жасалған. Оның қасында бізде камераның есігі, оның ішінде жасанды интеллект арқылы бізде ер адамның түрмеде отырған бейнесі. Еңбек мәселесі лагерьдің ерлер камерасының бірақ қошын кезде солықтай. Бұнса Қарлақтан алдыңыздар ма? Мына жақта диарама 1931-1933 жылдары болған ашаршылық. Мына егін тастап кетіп бара жатқан көш, есі қалған киім сүйек, баласын айырылғанына төңкерілген қазан, қазақта үлкен қасіретті көрсетеді бізде. Осы ашаршылыққа арналған диарама болып есептеледі. Бұл кәдімгі қолдан салынған картина. Иә. Келесі зал бізде Қарағанды қаласы көмір өндірісінің тарихы залы. Яғни Қарағанды қаласының дамуы туралы ақпарат береді. Бұл жерде бізде картина орналасқан, яғни алғашқы көмірді тапқан Суыр інінің жанынан Аппақ Байжанов деген кісі аңыз бойынша сол кісінің сәті көрсетілген. Қой бағып жүріп, суырдың соңынан жүгіріп кетіп, бір қара қасты алып, кейін оны алып келеді қалаға, сосын қала жоқ, ол зерттей келе көмірге келеді. Иә, бұл тек аңыз бойынша. Келесі көмір бассейнінің құрылуына үлес қосқан бізде тұлғалар, алғашқы басшылар, кеншілер, осы 1950-60 жылдарға қолданылған тұрмыстық заттар. Сонымен қатар Қарағанды жеріне Донбасс пойызы келген болатын 400-дей кенші келді. Мына жерде алғашқы көмір бассейнінің құрылу сәті, бұл бізде тік шахта деп аталады. Алғашқы тік шахталардың Жылқыға тиелген. иә, мына жылқымен тасылған кезеңдер. Мына жаққа назар аударсаңыздар, бұл жақта алғашқы өнер, медицина саласына үлес қосқан тұлғаларымыз Қарағанды жеріне алғашқы келген Алалыкин және Алакина деген екі кісі дәрігерлер, және ол кісілердің осы жерде жеке заттары қойылған. Бұл оқтар, яғни ота кезінде алынған. Және де болған бізде көше барады көше берілген ол кісілерге. Бұл жерде бізде сол уақыттағы тұрмыстық заттар. Мына музейдің артында 37 жылы болды, бұл кісі екінші басшы музей. Леонид Семенов. Мына жақта мына сол көмір бассейніне үлес қосқан тұлғалар. Бұл бізде алғашқы көмір бассейнінің макеті. Ең алғашқы. Донбасс номер 1 деген жаңағы комбайнның үлгісі. Астынан не бар? Ойып шығатын бар. Келесі бізде шахта инсталляциясы болып есептеледі. Шахтаның ішкі көрінісі. Мына жақта мына тормозок көрсетілген. Бізде әр күнге дейін қолданамыз. Бұл тормозок деген сөз бізде тамақ дегенді білдіреді. Бұл негізі өзіміз білмейтініміз ақпараты шахтерлердің өздерінің, иә, былайша айтқанда өз тілдерінде тамақ. Қолдан алып келген өздері тамақтар. Тормозок деп тоқтап, яғни бір уақыт тамақ ішіп алады. Тормозок деп тоқтатқанда кезең. Иә, жұмыстың бәрін тоқтатып, сол Мына тамақ. жақта телефондары. Бізде әр күнге дейін айтамыз, тормозогың бар ма деп. Оны басқа өңірлер түсінбейді екен. Мына жақта вагон. Мына жақта біздің кенші көрсетілген. Бұрғылары,
шамдары, керосин шамдар, спирт шамдар. Барлығы біздің шахталардан қорға келіп түскен экспонаттар. қолданғандар. Бізде енді негізі бөлек шахта музейі бар. Сондықтан біз бір залмен өтеміз. Келесі зал бізде Ұлы Отан соғысы, яғни тыл еңбек залы. Бізде вагон көрсетілген, бұл вагонмен бізде тыл еңбегіне алынған азық-түлік киім-кешектер тасыған, соған арналған вагон инсталляциясы. Оның ішіне кірсек, бізде блиндаж түрінде жасалынған, яғни окоп үстіне жасалынған интеллект арқылы біз соғыс кезіндегі атмосферадан беруге тырыстық. Яғни сіз окоптың ішінде жүрген сияқты сезінесіз. Майданға аттанған біздің жерлестеріміз, тыл еңбегіне қатысқан ардагерлеріміз, ол кісілердің жеке заттары, Нұркен Әбдіровтің желі жерінен алынған топырағы, сонымен қатар медальдары, ұшқыштардың бас киімі, және де өздерінің батырлығын дәлелдейтін құжаттары, тағы басқалары. Мына жаққа назар аударсаңыз, біздің Қарағанды жері соғыс уақытында үлкен индустриялық орталық болды, яғни барлық зауыттарды көшірген болатын. Сол уақытта Артемовка деген аяқ киім шығаратын зауыт, және де Астрахань деген кофе шығаратын зауыттардың өнімдері орналасқан бізде. Ресей жеріне осында Қарағанды жеріне көшірген. Біздің ардагерлеріміз. Ол жақта бізде қазіргі таңда концерт залы, ол шалқыма деп аталады. Сол уақытта Октябрь кинотеатры болған. Бұл жерде әскери штамп орналасқан, яғни біздің жерлестеріміз тіркеуден өтіп, соғысқа осы жерден аттанған. сол здание Сақталған ем. Келесі зал бізде соғыстан кейінгі Қарағанды қаласы. Мына жақта бізде ең алғашқы Қазақстан магниткасы деп атайды. Яғни Теміртау қаласы орталығы, металлургияның орталығы бізде Теміртау қаласы болып есептеледі. Бұл сол вақыттағы цехтың құрылуы, металлургтердің жұмысы 1960 жылы алғашқы шойында осы Теміртау қаласынан алған болады. Жаңа айта кеткенде индустриялық орталық болды. Мына жерде конфет, тігін фабрикасы, шұлық, аяқ киім шығаратын және де синтетикалық жуғыш заттар шығаратын зауыттардың өнімдері сол уақытта. Сол кезеңдегі шыққандар осы Қарағанды. соғыстан кейін білім ғылым осы индустриализация барлығы дамыған. Мына жақта қысқаша видеоматериал. Сол кезеңдегі көрген материалдар. Соғыстан кейін жаңағы мәдениет саласының дамуы, спорт саласының дамуын көре аламыз. Сосын жаңағыдай медицина саласы, білім ғылымның дамығаны, оқу орындары ашылып бастаған. Бұл бізде 1975 жылы Қарағанды кеншілері 1 миллиард тонна көмір өндірген болатын. Қазақстан бойынша үлкен жетістікке жетті. Соған тапсырған бізде үлгісі. Біздің ғалымдар, алғашқы оқу орындары, мына жерде Карбул, медицина, Таукен, политех, мына жерде ғалымдар, тоқтала кеткен болсақ, Сағынов, Көкетов, қазіргі таңда, Тоқыбаев деген кісі, Карбул ашылғандағы берген сыйлықтары, мына жақта да ғалымдар, мына жерде Бүркітұсқақ деген кісі, біздің есеп деген партия болған Қарағанды жерінде елін сүйген ел партиясы деген сол есеп партиясының негізін қалаушы. Мына жақта бізде спорт саласы, мына Тапаев деген кісі Қазақстан Республикасының спорт саласына үлес қосқан. Мына жақта бізде яғни тағы да фотозона болып есептеледі. 70-80 жылдардағы үйдің ішкі реконструкциясы. Яғни телевизор, радио, кітап сөресі. Барып отырып фотолық сөйлеп болады. Бұл жерде кейін адамдар осылай істейді. Телефонды ұстайды, кружкамен суретке түседі. Артында бізде Қарағанды қаласының көрінісі көрсетілген. Барлығы сол 80 жылдарға жатады. Радио телевизор. Сағат, картина барлығы болды. Келесі салаға өтетін болсақ, келесі саламыз бізде Семьяның ядролық қозғалысынан басталады. Мына жерде тоқтатуына үлес қосқан бізде Олжас Сүлейменовтің картинасы. Мына
жерде Кәріпбек Күйіков деген кісі естіген шығарсыздар, иә. Егінді бұлақ деген жерде дүниеге келген, ол кісі радиацияда зардап шегіп, 2 қолсыз дүниеге келді, және ол кісі сурет салады. Мына жерде сол кісінің 2 туындысы. Қазіргі таңда Қарағанды қаласында тұрады. Мына жаққа жақындап қарасаңыздар, 2 қолы жоқ сәби бесікте. Осы біздің Семей даласында жатыр. Келесі 1979-89 жылдары болған Ауған Демократиялық Республикасында болған соғысқа арналады. Мына жерде біздің жерлестеріміз. Мына жерде Марлен Әбдіров деген, бұл кісі Нүркен Әбдіровтің інісі болып келеді. Анасы жағынан қазіргі таңда тірі бұл кісі, бірақ неде жатыр, ауруханада. Яғни 10 жылға созылған бізде соғыс. Мына жақта бізде Жеңіс саябағы деген бар, сол кезде осы кісілерге арналған монумент орналасқан. Мына жақта бізде Чернобыль, осы жылы 40 жыл толады, иә? Сол кісілердің фотосуреттері. Келесі алымыз қаржылық адамдар, яғни Қарағанды қаласының тәуелсіздік жылдарындағы бізде жетістіктері, мына жерде жетістікшілер Қарағанды қаласынан шыққан. Иә, Қарағанды қаласынан шыққан, олардың оқудан шығару, түрмеге жабылу туралы құжаттар қосатын болуы келетін. Осы желтоқсанның суреттері. Сол кісілерді жинаған. Сапер Күрек, арматура. Мына жақта бізде тәуелсіздік жылдарындағы қабылданған заңдар жинаған. Заңдар жинаған және де... Азаматтың не қабылдауы? Иә. Тәуелсіздігі. Жалпы соғыс жылдарынан кейін Қарағанды қаласы үлкен индустриялық орталық болып жалғасты. Бұл бізде Казтехнадия зауыты Саран қаласында орналасқан. Иә, автобус шығаратын зауыт. Мына жақта біздің Қарағанды қаласының медицина, өнер, спорт саласына арналған, білім саласы. Мына жақта мәдениет, немен бөліп медицина. Иә, стендтармен бөлінген. Жерлестеріміз барлық Қарағанды облысында. Бұл бізде Тоқтар Әубәкіровке, яғни Қарқаралы ауданында туылған алғашқы біздің ұшқыш. Мына жерде оттегі маскасы, сол уақыттағы ғарышкерлердің тағамы. Мына жақта міне Қармет біздің үлкен компаниялар, Қазақмыс және де Қазақгаз компаниялары. Мына жерде Изоплюс құбыр шығаратын зауыт. Бұл бізде нәтиже Шахтинск қаласындағы, иә. 1995-99 жылдары Ерлан Машимовтың бастамасымен басталған бізде үлкен бір компания. Мына жақта Қарағанды қаласының картасы көрсетілген бізде. Мына жақта Қазақстан Республикасының рәміздері. Қазіргі басшыларыңыз Абай ауданына кетіп қалды ма? Ұлытау облысы бөлінгеннен кейінгі жаңа карта. Оған дейін бізде тұратын ескі карта дейді. Бұл бізде балаларға арналған зал. Мына жақта бізде негізі тақырыптық негіздер, сосын балаларға. Біз жазғы лагерьде көп балаларды шақырамыз. Иә, балалар. Мына жақта мультфильмдер қаралады, мультфильмдер қаралады. Мына жақта суреттер салынады. Стол үстінде сурет салынады. Иә, сол сурет мына жаққа шығарып, сол кісі мына жаққа шығарып салынған суреттері. Тірлер. Сосын барып сауға болады. Иә, мына жаққа шығарып. Осымен экскурсия аяқталады. Осы жерден сосын ары қарай осы жерден шығып саламыз. Қанша квадрат метр жалпы? Екі қабатты
Жекелей бастайды. иә Жекелесін екі қабатты ғимарат, өте мазмұнды, жақсы. Әдейі беріп қай жерге кірсек, қайтадан айналып деп сол жерден шығасың. Рахмет, тамаша.